Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет, өте дәмді, ерекше қуырылатын балықтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, комментария жазып, тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, мен сіздерге балықтың сіздер білмейтін бір құпиясын айтатын боламын. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мен сазан балығын алдым. Енді сіздердің өз қалауларыңыз бойынша қандай балық алсаңыздар да, соны жақсылап кесіп, ішін жуып, керек емес жерлерінің бәрін алып тастаймыз. Міндетті түрде басындағы желпі-жегін алып тастаңыздар. Ол өте ащы, жаман болады. Сол үшін осыны алып тастасаңыздар, балықтың басын қуырып жіберсеңіздер болады. Осылай балықты жақсылап кесіп, жуып, тазалап аламыз. Керек емес жерлерін алып тастап. Енді бізге жарты лимон жеткілікті, жарты пияз жетеді. Осыны жақсылап ұсақтап турап аламыз. Лимон қоссаңыздар, балықтардың иісі мүлдем болмайды. Өте дәмді болады. Сол үшін лимон қосуды ұмытпаңыздар. Міне мен балықтарымды осылай ұсақтап турап алдым, өзім ыңғайыма қарай. Осылай жақсылап барлығын турап болғаннан кейін, үстіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз саламыз. Енді тұзды көбірек салсаңыздар, дәмі өте дәмді болады. Тұз балықтың дәмін келтіреді. Сол үшін көбірек салдым, бір қасықтай. Сөйтіп бір қасық үстіне бұрыш салдым. Оның үстіне ұсақтап туралған пиязыменен лимонымды салдым. Енді осыны жақсылап араластырып, жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағат жеткілікті. Лимоны барлығы осы бойына сіңіп, балығымыз өте дәмді болу үшін өстіп мариновать етіп қоямыз. Осы аралықта біз кляр дайындаймыз. Міндетті түрде осылай жасаңыздар, сонда балықтарыңыз өте дәмді, балығын сырты қытырлақ болып шығады. Бір жұмыртқаға 3 қасық ұн қосамыз. Сөйтіп оның үстіне бір жарты қасықтай бұрыш қосамыз. Азырақ су құйып, осыны жақсылап араластырамыз. Сұйық масса болғанша осылай іртіктерін кетіріп, жақсылап араластырып аламыз. Мен суым аз болғандықтан тағы азырақ су қостым. Енді осыны жақсылап араластырып дайындайтын боламын. Осындай сұйықтығы осындай болу керек. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өстіп жақсылап араластырып аламыз. Біздің осы аралықта жарты сағат уақытымыз өтті. Енді біз майды қыздырып, осы клярға балықтарымызды малып, осылай жақсылап малып алып, осылай қысып тұрған майымызға қуыратын боламыз. Астын шелек қатты қоймаңыздар, орташа отта жақсылап өстіп, асықпай жайлап пісіретін боламыз. Сонда балықтардың арасы таза пісіп, майды өзіне сормайды, балығы майлы болып кетпей, өте керемет болып пісетін болады. Осылай клярға өстіп қуырсаңыздар, майларыңыз су күйі тап-таза болады. Мысалы, оңғай қуырсақ майымыз күйіп қап-қара болып кетеді. Осылай жасасаңыздар, майларыңыз су күйі тап-таза болып, және балықтардың жегенде қытырлақ, сырты өте тәтті, қытырлақ болады. Сол үшін осылай жасап, сіздерде бір рет болсын осылай жасап жеуге кеңес беремін. Және де өзім осылай қуыратын болғандықтан сіздерге де осындай пайдасы тиеді деген ойменен осылай видео түсірдім. Және осылай жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге уәде еткендей, видеоның соңында сіздерге балықтың құпиясын айтам деген құпиямды айта кетейін. Ол лимонды міндетті түрде қосыңыздар. Кейде балықтардың өті жарылып кетеді. Сол уақытта ол балық жеуге жарамай өте ащы болады. Сонда осы лимонға мариновать етсеңіздер, соны өзіне сіңіріп алып, ащылығы мүлдем білінбейтін болады. Өте дәмді болады.
Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.